Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін біз сіздерге от пен жалын кешіп жүрген азаматтар, яғни өрт сөндірушілердің жұмысында кездесетін күйзелістер мен қиыншылықтарды көрсететін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Кеттік. Стоп, жир, такой, орта жир. Автокол көрсе, автопатолог атасын қалыпты. Сәт самзор! Салон, сүй, бой, бұзар! Еркін тұр. Өрт сөндірушінің қызметінде әрбір секунд санаулы. Бұл қызмет уақытты артық шығындауды кешірмейді. Әрбір мезет алтыннан да қымбат. Шақыру түскеннен кейін көз ілеспес жылдамдықта киініп, қажетті құралдарыңызды тағып көлікке мініп үлгеруіңіз қажет. Өрт сөндіру киімінің өзі 5 келі тартатын болса, оның жабдығы 10 келіні тартады. Шамамен 20 келіні құрайтын бұл дүниені біз 15 секундтың ішінде киіп үлгереміз. Сөйтіп, өрт сөндіру машинада тездетіп отыруымыз қажет. Өрт сөндіру киімі мен жабдығы маған ыңғайсыз ыстық болғандықтан, мен сұхбатты әрі қарай өз еркіммен жүргізуді жөн көрдім. Елімізде ауданымызда болатын төтенше жағдайларға өрт сөндіруші қызметкерлеріміз осы машинамен жол тартатын болады. Өрт сөндіру көлігін таныстыра білеміз. Біздің ауданымызда қанша өрт сөндіру көлігі бар және осы өртке су қанша мөлшерде болады, барған су қанша Ауданда осы жалпы болғандықтан өзімізде арнайы өрт сөндірушілер бар. Әр цистернаның көлемі, су көлемі әртүрлі. Нақты осы машинаға тұрсақ, бұл машинаның көлемі, судың көлемі 3 тонна 200 литр. Одан кейінгі машинамыз, екінші машинамыз 3 тонна. Одан кейінгі үшінші автокөлік, арнайы автокөліктің су көлемі 2 тонна 500 литр. Мынау біздің келіп тұрғанымыз автокөліктің артқы жағы бұл жерде ПН-40 дейміз, пожарный насос дейміз. Бұл жерде 40 деген 40 литр секунды. Өрттің басына келгенде осы насос арқылы жұмыс істеп су береміз. Судың көлемі берген уақытымыз су 20-30 минутқа жетеді. Бір машинаның суы келген 20-30 минутқа жетеді. Жаңарқа ауданының нөмірі 6-шы өрт сөндіру бөлімінің бастығы, азаматтық қорғау подполковнигі Дүйсенбеков Қуаныш Бекетұлы. Сұхбатымызға арнайы уақыт өткізуіңізге рахмет. Сізге бірінші қояр сұрағымыз, осы әлеуметтік желілерде көріп жүрміз. Сіздерде әр үйде қауіпсіздік атты акциялар, әлеуметтік төмен жағдай отбасылар болатын. Осындай акциялар сіздерде жиі. Мынау сұрақтарыңызға көп рахмет. Әрине біз өрт сөндіру бөлім қызметкерлері жалғыз тек қана өрт сөндірмейміз. Жаңағыдай әлеуметтік отбасы, төмен отбасыларға да қол ұшын көмегімізді беріп тұрамыз. Бұндай акциялар әрине айына 1-2 рет деген жаңағыдай нелер болып тұрады. Бұл жаңағы әлеуметтік төмен көп үлкен кісілер, қарттардың бар осындай қар жауған кезде жаңағыдай бесік алып тазалап жүру. Не болмаса біз көктемгі күзде мынау пеш жағар науқанның басында жаңағы үлкен кісілердің әлдері келмейтіндерін пештерін тазалап беру жұмыстар жүргізілді. Бұндай жұмыстар бізде жүргізіліп тұрады, әрі жалғасын ала береді деген ойдамыз. Рахмет. Келесі сұрағымыз, тұрғын үйлерде бөлек әр мемлекеттік мекемелерде қаншалықты сіздерде жаттығу жұмыстары жүргізіліп тұрады? Жақсы сұрақ. Бұл бізде өрттің алдын алу жұмыстары бойынша және өрт болған кезде біздің жеке құрамның дер кезінде қозғалып және дер кезінде осы өрттің алу барысында жұмыстары бойынша біз көп елді мекені шоғырланатын жерлермен, азаматтар шоғырланатын жерлермен жаңағы балабақша дейміз, акимат дейміз, мәдениет үйлері, мектептер, сол жерлермен біз оқу жаттығулар жүргізіп тұрамыз. Біз өзі жоспарға сай жылына 24 мекемемен жоспарлаған болатынбыз. Және бұдан да бөлек бізге егерде жоспардан тыста осындай мекемелермен өрт сөндіру тактикалық жұмыстары және оқу жаттығулар өткізіліп тұрады. Жақсы. Ал жұмыстарыңызда қандай да бір қиындықтар болды ма? Әрине жұмыс болғаннан кейін оңай жұмыс жоқ. Жұмыстың әр жұмысын егерде бағын таба білсе жұмыс жеделденеді. Өрт деген өрт тілсіз жау дегеніміз әр өрттің өзінің болып баратқан өртімізді мысалы не жанатқан күйде оның ішінде газ бар екен, газ баллон жоқ екен, жеке құрамның өзінде қауіп қатер төніп әр өртте өздеріңізге де беймәлім осы жылдың аяғында ғана бізде өрт болып, оның ішінде газ баллон атылып 16 адам жарақат алған болатын. Кез келген өрттің өзінің қиыншылығы болады.
бірақ соған қарамастан жеке құрамның батылдығымен және тез қозғалу іс әрекетімен өрттер бәрі толығымен сөндіріліп адам қайғысыз батыл биыл жылдары жаңағыдай өрттің бәрін сөндіріп отыр. Бүгінгі біздің сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Бізге сұхбат беріп алтын уақытыңызды бөлгеніңізге мыңда бір алғысымызды білдіреміз. Сіздерге де көп рахмет. Осында біздің өрт сөндіру мекемесіне келіп, біздің тыныс-тіршілігімізбен танысып, өздеріңізге керекті мәліметті толықтай алды деп сенемін. Әрине бір күнде барлық информация жаңағы мәлімет алып тиісеміз, дегенмен қанағаттанбай сіздердің ойларыңыздан шықты деп ойлаймын. Сіздерге көп рахмет, жұмыстарыңызға табыс, отбасыңызда аман шықты. Сізге де рахмет, сау болыңыз. Біздің бір ғана бағдарламамызда өрт сөндіру қызметінің барлық міндеттерін қамтып көрсету мүмкін емес. Десек те өздеріңізге барынша толыққанды ақпарат беруге тырысты. Бұл мамандар үшін құтқару, көмектесу деген ұғым бірінші орында. Өз өмірін қатерге тіге отырып, өзгенің өміріне араша болатын осылар, олар өрт сөндірушілер, құтқарушылар. Сіздермен бірге болған Сәкен Сейфуллин атындағы үлгілі кітапхана. Келесі кездескенше сау болыңыздар.